әдебиеттік оқу, ортақ тақырып болашаққа саяхат, сабақтың тақырыбы қазыналы жердің болашағы. Оқу мақсаты: көркем шығарманы басқа үлгідегі иллюстрация, музыка, күй, мультфильм, кинофильм нұсқасымен салыстыру. Сөздерді оқып, тақырыппен байланыстырып, ойымызды айтып көрейік. Туған жер адам өмірінде киелі орын алады. Нақты осы жер оны елімен, өткенімен және болашақпен байланыстырады. Қазақстан көп ұлтты ел. Барлық ұлт өкілдері бейбітшілікте, бақытты өмір сүруде. Қазақ жері қазынаға бай. Әрбір азамат еңбектің нәтижесінде еліміздің болашақта көркеюіне үлес қосуда. Ойымызды толықтыру үшін келесі бейнебаянға назар аударайық. Жер қойнауындағы байлықтары жөнінен Қазақстан әлемде алғашқы орындарда тұрғанын білесің бе? Балалар, туған жеріміз минералдық қазбаларға өте бай. Мұның дәлелі жерімізден Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы табылған. Еліміз вольфрам, қорғасын және барий қоры бойынша дүние жүзінде бірінші орында, ал хромит, күміс, цинк қоры бойынша екінші орында. Марганец пен молибден қорынан үшінші орында тұр. Жеріміз мыс қоры жөнінен әлемде 4-ші ел болса, алтын қоры бойынша 6-шы орында. Ал мұнай қоры жөнінен еліміз әлемдегі алғашқы 10-қа кірсе, ашылған уран кен орындарының дүниежүзілік қоры бойынша 2-ші орында тұр. Балақай, сен мұнымен мақтануға тиіссің. Еліміздің пайдалы қазбалары туралы жырлаған ақындар өте көп. Солардың бірі Тайыр Жароков. Тайыр Жароков ақын Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Жетібай ауылында дүниеге келген. Оның күн тіл қатты, жыр қанаты, тасқын, тасқынға тосқын атты шығармалары бар. Мұнай және Маңғыстау өлеңдерін түсініп оқып көрейік. Каспийдің күміс көбік толқынындай, бұрқанып жердің астын керней тулай, арналы алып ембі шыңырауынан бұрқырап көкке шапшып шыққан мұнай. Бұрғы сап жердің 70 қабатына, ағызған мұнайды ер қайратына, сүйсініп елім көкке шарықтаған, күш беріп самолеттің қанатына. Жайнаған біздің байтақ жер кеңге бай, тең келер біздің елге ел бар қандай, қанындай елдің соққан жүрегінің, шалықтап өмір көлі жатыр мұнай. Маңғыстау. Кеше батпақ құба шөл, Маңғыстаудың даласы, бүгін байлық тумасы ол, шүпілдеген шарасы. Атқылатып тереңнен, қақ жарып жер өзегін, асырады кемерден, газ бен мұнай өзенін. Алынбаған кені көп, Маңғыстаудың қойнында, еңбекте озған ері көп, жеңіс пенен тойнында. Мұнай дүние жүзінің көптеген елінде өндіріледі. Қазақстанда мұнай кен орындары Орал енді Маңғыстау алабында орналасқан. Мұнайдың шаруашылықтағы рөлі үлкен. Ол сұйық отын өндіретін басты шикізат. Мұнайдан бензин, дизель майы, керосин, тағы басқа заттар алынады. Суретті пайдаланып сұраққа жауап бер. Мұнайдан не алынады? Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ойлан. Алынбаған кені көп, Маңғыстаудың қойнында деген өлең жолдарынан Маңғыстау өңірінің болашағы туралы не айтар едің?
Үйге тапсырма. Өз үйіңде мұнай өнімінен жасалған қандай заттар бар? Сол заттардың тізімін жаз. Бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Ойды аяқтап көр. Бүгін мен білдім. Маған қиындық тудырды. Мен үйрендім. Және қолымнан келді. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.